Энергия өркениеттің негізі саналады. Онсыз бүгінгі қалыпты өмірді елестету мүмкін емес. Қазақстан сияқты табиғи ресурстарға бай мемлекетте энергетиканың рөлі орасан зор. Біз жарық пен жылуды қайдан аламыз? Бұл саланы дамыту үшін қандай қадамдар жасалып жатыр? Бірге біліп, талдап көрелік. Энергетика, өндіру, жеткізу және тұтынушының қолдануы сияқты бірнеше кезеңнен тұратын күрделі сала. Энергия зауыттары мен кәсіпорындардың жұмысына, көлік инфрақұрылымына және тұрғын үйлерді жылыту мен жарықтандыруға қажет. Оны өндірудің дәстүрлі және заманауи түрлері бар. Әрқайсысының қоршаған ортаға әсері әртүрлі. Энергия көздері негізінен қалпына келетін және қалпына келмейтін деп екіге бөлінеді. Пайдалы қазба ресурстар қатарына көмір, мұнай, газ жатады. Бұл шикізаттардың пайдасы орасан, бірақ көмір қышқыл газын көп бөледі. Жаңартылатын энергияны жел, күн, су, яғни табиғаттың өзінен алады. Бұл қоршаған ортаны бүлдірмейді. Қазақстан табиғи ресурстарға бай мемлекет. Көмірдің көзі негізінен Қарағанды және Павлодар облыстарында. Мұнай мен газ Атырау мен Маңғыстау облыстарында шоғырланған. Көмір жылу электр станцияларының жұмысы үшін негізгі шикізат көзі саналады. Өндірістің көлемі үлкен. Қара алтынды ішкі қажеттілік үшін қолданамыз, әрі экспорттап жатырмыз. Мұнай мен газ еліміздің энергетикалық тұрақтылығы үшін маңызы зор. Бірақ қазба байлықтарының ертелі кеш таусылатынын ескерсек, жаңартылатын энергия саласын дамыту үшін күш салу керек екені айтпаса да түсінікті. Қазақстанда энергияның басым бөлігі жылу электр станцияларында өндіріледі. Оның жұмыс істеу принципіне келсек, көмір жағылып суды қайнатады. Ол өз кезегінде буға айналады. Бу жоғары қысыммен турбинаны айналдырады. Генераторға қосылған құрылғы осылайша энергия өндіреді. Жылу электр станциялары елдегі энергияның 70%-ын қамтамасыз етеді. Газ электр станциялары шамамен жалпы өндірістің 20%-ын жауып отыр. Соңғы жылдары елімізде жаңартылатын энергия көздерін дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. 2013 жылы жасыл энергетиканы дамыту бойынша бағдарлама қабылданды. Содан бері күн және жел электр станциялары көптеп салына бастады. Күн энергиясын алу үшін мүмкіндіктер көп. Әсіресе оңтүстік өңірлердің табиғаты бұған сай келеді. Әрине, оның тиімділігі күн райына тікелей байланысты. Есесіне қоршаған ортаны ластамайды. Жел энергетикасы тағы бір тоқтың көзі. Жел турбиналары табиғаттың ерекшелігіне қарай Жамбыл, Ақмола облыстарына қойылды. Күннің райына қарай белгілі бір кезеңдерде едәуір электр энергиясын жинап алуға болады. Елімізде табиғатты ластайтын көмір қышқыл газының таралуын азайту мақсатында түрлі экологиялық бастамалар қолға алынуда. Бұл 2015 жылы Парижде қол қойылған климат жөніндегі келісімнің талаптарына сай келеді. Ол үшін қандай қадамдар жасалып жатыр? Қазақстан 2030 жылға дейін жалпы энергия өндіруде жаңартылатын энергияның үлесін 15%-ға жеткізуді көздейді. Ол үшін күн, жел және гидроэнергия станцияларының санын арттыру жоспарда бар. Жылу электр станцияларын модернизациялау, яғни энергетикалық мүмкіндігін арттырып, парниктік газда аз бөлуін қамтамасыз ету қажет. Заманауи технологиялар табиғатты ластауды азайтады. Атом энергетикасын дамыту Қазақстанның алға қойып отырған үлкен миссиясы. Өздеріңіз білетінде елімізде уранның үлкен қоры бар. Атом электр станциясы жұмыс істеп тұрғанда көмір қышқыл газын ауаға шығармайды. Табиғатқа кері әсері жоқ. Сондықтан АЭС салу және қолданысқа енгізу климатты ластаудан сақтайды, әрі энергетикалық қауіпсіздікке өлшеусіз үлес. Қазақстанның энергетикасы көп қырлы, күрделі, саналуан. Елде көмір, газбен жұмыс істейтін электр станцияларынан бастап жаңартылған энергияны өндіретін орталықтар бар. Алда атом энергетикасы да бұл қатарға қосылуы мүмкін. Табиғатты ластамайтын, қауіпсіздігі жоғары әрі тұрақты жылу мен жарыққа қол жеткізу маңызды әрі стратегиялық мәселе. Тек ортақ іс-әрекеттің арқасында ғана біз келер ұрпаққа тұрақты әрі жарқын болашақ сыйлай аламыз.